Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін меренге рулетін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 5 жұмыртқаның ақуызы қажет. 5 жұмыртқаның сары уызы мен ақуызын бір-бірінен ажыратып аламыз да ақуызын қолданатын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ақуызды ажыратып алғаннан кейін біз миксерлейтін боламыз. Қантты бірден салып жібермей 3-4 бөлікке бөліп салатын боламыз. Жұмыртқаның ақуызы миксерлеген кезде жұмыртқаның ақуызы әбден миксерленіп болғанын біз ол бір күй сақтап, яғни өзінің қалпын сақтап, ешқандай да қозғалмайтын, яғни төңкеріп қараған кезде төңкерілмей күйін сақтап тұрады. Сондай болғанша миксерлейтін боламыз. Бұл рулеттің ерекшелігі, бұл рулеттің құрамында ұн қосылмайды, яғни ұнсыз дайындалатын рулет. Өте нәзік, өте дәмді болып келеді. Егер де үй жағдайында дайындайтын болсаңыз, өте оңай дайындалады. Енді біз лимон қышқылын қосатын боламыз. Және де бір ас қасық көкөніс крахмалын қосамыз. Барлығын жақсылап миксерлеп болғаннан кейін формамызды алып 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Достар, сіздер де үй жағдайында осы рулетті дайындаңыздар. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осылайша формамызға фольга қағазын төсейміз де құямыз. Барлығын құйып болғаннан кейін бетін тегістеп жаямыз. Және де әсел пеште 180 градуста 30-35 минутқа сарғайғанша пісіріп алатын боламыз. Біздің меренгамыз пісті. Енді оны 20 минутқа суытамыз. Меренгамыз суығанша біз кремін дайындайтын боламыз. 33-35% сливкиді жақсылап миксерлеп қоюлатып аламыз және оның құрамына сахарный пудра қосамыз. Міне біз рулетіміз суыды, енді біз кремімізді қалыңдау етіп жағатын боламыз. Барлық кремді тегістеп жағып болғаннан кейін фольга қағазы арқылы жайлап орайтын боламыз. Одан соң біз сливкимен әсемдейміз. Және де мен әсемдеуге шие қолдандым. Біздің меренгіміз дайын. Ас болсын достар.